Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен кеше сіздерге пішіп көрсеткен кимешекті бүгін тігіп көрсетейін деп отырмын. Бізге кеше мынаны пішіп алдық. Мынаны кейбір адамдар түсінбей қалдық деп жатыр. Мен анықтап көрсетіп жіберейін. Мынаны былай мына алдыңғы жағымызды біз 30-дан 33 см аралықта мынаны пішіп аламыз. Міне 30-дан 33 см аралықта адамның өзінің басының размеріне сәйкес пішіп алдынан мына 2 сантиметрлік 2-де 5, не 2 сантиметрлік тұр, не 2-де 5 қылып осылай қиып алдық бөлек. Енді бізге мына жерде мына жағымыз былай үшкір болып былай қалды ғой, мынау енді шаршығып алған кезде. Мен мына жерді былай қиып алдым. Өйткені біз мынау арт жағымызда үш бұрыш болып тұрады. Иықтың тура үстінен келіп тұрған әйбет көрінеді. Сондықтан мен мына жерді мынаны қиып алдым. Оны былай өлшеп аласыздар. Мына жерде мына желкелік дейді, мына жерде. Мына желкелікке дейінгі жерден бері қарай тұп-тура түзу қылып былай қырқып аласыздар. Бұл иықтың үстіне қарай келетін жері. Мына тура қиып алған жеріміз. Сосын мен мына әдібін де қиып қойдым. Міне әдібін осылай астары әдібі ғой мына шетінің. Енді біз арт бойды мүлдем түсінгеніміз жоқ деп жатыр. Арт бойын міне жаңағы екінші шаршы шүпірегімізді мынадан былай қарай қойып бұрынғы кезде жаңағы үшін алмағанда солай тігетін. Мен мұны міне бүйтіп мынаны иықтың үсті сияқты қылып сәл қиғаш қылып мынадан былай қарай былай жалғаймыз. Мынаны кәдімгі иықтың үстіндегі пішетін сияқты қылып мына үшін қиғаш қылып аламыз. Мына арағадан мына желкеліктен бері қарай осыны былай тігеміз. Мына жерді былай пішіп аламыз да. Міне желкеліктен бері қарай осыны қосамыз. Сосын бұның арт жағының ұзындығын кейбір адамдар мынаны осы бетімен бірақ осылай үш бұрышменен осылай қоя бере салады артқа. Арт жағына ұзын болып тұрады. Одан да мен бұны 50 см енді белден сәл түсіп тұратын мына желкелік деп есептесеңіз желкелеріңізден. Желкеден төмен қарай 50 см болғанда белдіңізден төмен түсіп тұрады. Осыны белден төмен түсіп тұру үшін міне 50 см-ді белгілеп алып 50 см-ді. Бұдан енді әркімнің қалауы әрқайлы ғой өзіне. Бұлай тағы да дөңгелектеп бүйтіп жаңағы мына қиып алған тура жерімізге екеуін біріне бір былай айландырып дөңгелектеп алып тастаймыз. Міне бұл біздің артқы бойымыз болады, міне арт жағы. Бұны енді кереметтей үлкен қылып кейбір кісілер иықтан асырып былай қылып тұрады. Онан да бұл енді оранып жүргеннен гөрі бұл тура артында ғана тұрғанда дұрыс жақсы көрініп тұрады. Мынаны біз мына жерге былай қондырамыз. Енді мен қазір тігіп сіздерге көрсетейін. Алдыменен мына кимешегіміздің алдын әдіптеп аламыз. Міне мына шүпірекпенен өзінің осындай материалыменен әдіптеп аламыз. Қандай матаны өздеріңіз біліп таңдайсыздар. Енді мен мынау көрсетіп үлгі үшін ғана қиып алып отырмын. Мынаны былай әдіптеп аламыз. Осылай әдіптеп алғаннан кейін біз қусырамыз. Мына шетін қусырамыз. Сосын артына мынаны сала қоямыз. Міне құрметті көрермендер, мен жаңағы кимешегіміздің шетін былай айландырып әдіптеп келдім. Сол әдіптеп алғаннан кейін айландырып бүйтіп тігіп алғаннан кейін шет ақыры мына жібімізге жеткізбей осылай қиып шығамыз. Айландырып. Әйтпесе бұл тартып қалады. Осылай шетін ақырындап былай қиып шығасыздар. Енді осыны қайта жақсылап жатқызып үтіктеп алып осылай тігіп алып шыққаннан кейін міне әдіптеп осыған түрлі енді мынандай оюларыңызды жапсырып әркім өзінің қалауынша осыны сәндейді.
мысалы мынараға мына оюды былай жапсырып қойсаңыздар. Енді кесте тігем дегендеріңіз осылай әдіптеп алғаннан кейін кестесін тігеміз. Иә, мен сіздерге тек үлгі үшін үлгі ретінде ғана көрсетіп отырмын ғой. Міне біз жаңағы әдібімізді тігіп, мына шетіне тесіме бастырып, оюлы былай жапсырып алдық. Даяр ою. Қазір енді бәрі бар ғой. Енді біз бұны қусырамыз. Қусыру үшін біз әдіптің бас жағымен былай тастап кеттім. Өйткені бір-бірінен тура былай қусыра салмай, екі жағын былай әдіптің астына қарай кішкене былай қусырамыз. Әдібіміз мына жерде өзі-өзінің астына қарай кетіп тұрады. Іші жақсы болып көрініп тұру үшін осылай қусырамыз. Әдіптің шетінен бастап. Біз кимешегімізді міне желкелікке дейін осылай қусырып шықтық. Енді артын саламыз. Жаңағы пішіп даярлап қойған арт бойымызды мына тура мына жаңағы тігістің несінен үшін бітіп келтіріп аламыз да, мына тең ортасынан мынаған үшін келтіріп аламыз да, екі жақ шетін осыған қоя қоямыз. Міне осылай біздің кимешегіміз даяр болды. Мен мына жерін бәрін тігіп қойдым, міне арт бойын, артына мына кимешектің артқы жағын қондырдық, жаңағы айту бойынша қиғаштатып. Осымен былай қарай мына дүбізі болып бітіп тұрады. Киген кезіңізде арты ұзын болып тұрды алдынан. Міне былай қарасаңыздар, арты осындайлықта ұзын болып тұрады. Міне. Келген кезде өте әдемі көрінеді. Енді бұны астарын бәрін дұрыстап тігесіздер, өздеріңіз шетіне шашақ немесе бүрмелеп басқалай нәрселерді, сәндік нәрселерін салып аласыздар. Мынау артын осылай дөңгелектеп осылай пішсеңіздер жақсы көрініп тұрады. Біз артын осылай дөңгелектеп алдық. Арты алдыңғы жағынан бір қарыстан артық ұзын болып тұр.